Саламатсыздар ма, балалар? Здравствуйте, 2 Б класс. Сабағымызды бастаймыз. Қазақ тілі сабағы. Дәптерімізді ашып жазамыз. Сәуірдің 17-сі. 17, 17. Сәуірдің 17-сі. Аптаның 5-ші күні. Жұма, пятница, жұма. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы гүлге су құямыз. Пишем дату и тему. Гүлге су құямыз. Сабағымызды көркем жазумен бастаймыз. Бүгін балалар біз әріпін жазамыз. Әріпі. Қане, әріпі қалай жазылады екен? Как пишется? Көрдік пе, балалар? Әріпінің қалай жазылатынын түсіндік пе? Жарайсыңдар, балалар. Енді бір жолға әріпін, в одну строчку букву а на вторую строчку, екінші жолға, на вторую строку мы пишем слова. Сөздерді жазамыз. Іні, түлкі, кітап, жеті, екі. Іні, младший брат, түлкі, лиса, кітап, книга, жеті, 7, екі, 2. Өте жақсы, балалар, жарайсыңдар. Сабағымыздың мақсаты жаңа сөздер үйрене отырып, сөйлем құрастыруға үйрену. Бүгінгі сабағымыздың жаңа сөздерімен танысайық, балалар. Новые слова. Повторяем за мной. Түрлері. Түрлері. Виды. Дала гүлдері. Дала гүлдері. Степные цветы. Бөлме гүлдері. Бөлме гүлдері. Комнатные цветы. Теперь пишем эти слова. Түрлері. Виды. Дала гүлдері. Степные цветы. Бөлме гүлдері. Комнатные цветы. Жазамыз. Ендеше, балалар, сөз жұмбақ шешіп көрейік. Бірінші тапсырма. Сөз жұмбақты шеш. Сөз жұмбақ кроссворд. Первый. Что мы видим? Первый. Біріншісінде біз не көріп тұрмыз? Правильно, ребята, тюльпан. Қазақша қалай? Как будет тюльпан на казахском? Молодцы, ребята. Второе что? Третье. Четвертое. Төртіншісінде не көріп тұрмыз? Пишем. Жазамыз, балалар. Енді, балалар, бізге мәтін берілген. Читаем вместе. Бірге оқимыз. Гүлдер өте әдемі. Олардың түрлері. Бөлме гүлдері және дала гүлдері. Менің бөлмемде гүлдер бар. Мен гүлдерге су құямын. Гүлді сыйлағанды жақсы көремін. Гүлдер өте әдемі. Цветы очень красивые. Олардың түрлері бөлме гүлдері және дала гүлдері. Их виды
комнатные цветы и степные цветы. Менің бөлмемде гүлдер бар. В моей комнате есть цветы. Мен гүлдерге су құямын. Я поливаю цветы. Гүлді сыйлағанды жақсы көремін. Я люблю дарить цветы. Жарайсыңдар балалар. Енді балалар, екінші тапсырма. Қазақ тіліне аударып жаз. Менің бөлмемде цветы бар. Мен гүлдерге вода құямын. Степные гүлдері. Үшінші тапсырма. Дұрыс сөйлемді жаз. Пиши только правильное предложение. Мен бәйшешек ұнайды. Терезеде 3 гүл жүр. Мен гүл сыйлаймын. Маған дала гүлдері ұнайды. Мен гүл сыйлайсың. Жарайсыңдар балалар. Үйге тапсырма. Видеороликтегі 3 тапсырманы орындап, маған WhatsApp арқылы жібер. Выполните все задания и отправьте мне на WhatsApp. Я буду ждать. Сабақ аяқталды. Сау болыңыздар.